Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осында пончиктің жасалу жолдарын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен біз қамырын илеп аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті құйып, оның үстінен сұйық май, шекер, тұз, бір жұмыртқа және де соңынан ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ұнымызды електен бірнеше бөлікке бөліп өткізіп, жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз да, бетін жауып, 1 сағат көлемінде жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осы қамырды алып, жайып шығамыз. Осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Қатты қалың, не қатты жұқа болмау керек. Міне осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болған соң 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Ортасын кесуге мен осындай кремнің насадкасын пайдаландым. Қызып тұрған майға салып, екі жағын аударып пісіріп аламыз. Егер оттарыңыз жақсы жанып тұрған болса, өте жылдам піседі, сондықтан екі жағын аударып қарап тұрыңыздар. Піскен пончиктарды майы сырғылу үшін салфетканың үстіне орналастырамыз. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Пончиктардың ортасынан қалған дөңгелектерде пісіріп алсаңыздар болады. Бетіне глазурь дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды ыдысқа салып, баяу отта ерітіп аламыз. Водяной баняда ерітсеңіздер де болады. Үнемі араластырып отыруларыңыз керек. Толықтай еріп болған кезде оттан түсіреміз. Міндетті түрде суытыңыздар. Шоколад міндетті түрде суыған болу керек, әйтпесе ағып кетуі мүмкін. Осылай пончиктардың бір бетін батырып аламыз. Менде осындай посыпкалар бар, кондитерский дүкендерде сатады. Енді осыны бетіне сеуіп шығатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызбен кез келген нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Міне біздің пончиктарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Әсіресе кішкентай балалар өте қатты ұнатып жейді. Ас болсын баршаңызға.